Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі YouTube выпускта сіздермен бірге мен өзімнің 1 миллион теңгеге алған курсыма инсайттарымды күн бойынша бөлісіп отырамын деп шештім. Так, курс не жайлы? Бірінші ол контент жайлы, сосын продажа жайлы, сосын личный бренд жайлы курс алған болатынмын. Бүгін бірінші күні өтті және мен қандай инсайттарды алдым. Сонымен өзімнің нұсқамда бөлісіп кетейін. Бүгін финанс және личность сабағы болды. И в принципе мына нәрсе өте керемет әсер етті. Сен қазір плюстасың ба немесе минустасың ба қазіргі жағдайыңда. Мысалы мынандай бір шаблонмен өзіңізді тексеріп көрсеңіз болады. Бірінші ол активы, дәл қазір сізде наличка қанша ақша бар и тағы да қандай активтарыңыз бар. Может сізге беретін бір адамдардың қарыздары и немесе көлігіңіз или же там оборудованиеңіз, камера, свет, петличка, штатив деген сияқты активтарыңыз. Енді киім кешек там сондай заттарға дейін кәдімгі актив деп есептеуге болмайды, конечно, бірақ примерно активтар жазып аласыз и астында уже сізде полный саны шығады. Енді сізде уже обязательства, сіздің біреуге беретін қарызыңыз немесе банкқа қарызыңыз, рассрочкаңыз, кредитіңіз и полный активіңізден сол обязательствоны минусовать еткен кезде сіздің қазіргі капиталыңыз шығады екен. Сәл қуанышты шықты енді менде, шүкір, но в принципе көбісінде ол минус шығып жатады. Минус шығып жатса, демек сіздің қазіргі капиталыңыз сол. Яғни мына нәрсені түсіну керек, ай сайынғы ақша табумен емес, қазіргі заманда адамдар капиталмен жарысады екен. Түсінікті деп ойлаймын қазір. Бұрын енді состоянияның темасы кетті. Қымбат киім алу, тапқан ақшаңды на расслабоне кеттік деген әңгімелер қазір сәл басқаша бір деңгейге өтіп жатыр. Яғни ол капитал жинау. Тапқаныңды қаншалықты жинай аласың, қаншалықты ірі капитал құра аласың дегенмен жарысу керек екен. Айына көп ақша емес, жалпы қанша ақша көп сақтағаныңмен сен құнды екенсің, оказывается. Вот осы бір нәрсе күшті керемет нәрсе болды. Бұл инсайттармен бөлісу біріншіден сіздерге пайдалы болу, екінші өзім үшін бір миыма қазық ретінде қағып тастау ретінде. Финансы бойынша тағы да менің түйген нәрсем, бұл сенің сатып алған машинаң сені кедей қылмау керек. Яғни біздің жағдайымызда қалай? Ол нәрсе көп жинап келген ақшаңа бам етіп алып, бір машинаны соңғы ақшаға сатып алу. Ол өте үлкен өрескел қателік. Соңғы ақшаға алмау, алғаннан кейін оның обслуживаниясы бар, оның страховкасы, штрафтары, бензин, налог деген сияқты бүкіл расходтары сенің ақшаңды просто заморозить етіп тұратын мәселе болып қалмауы тиіс. Яғни менің жағдайымда бұл Mercedes-Benz E350, налогы 170 мың теңге, и в принципе расходтары да бір шама. И сәл ойланарлық жағдай болды мен үшін, өйткені финансовый грамотностьтің түбін тесіп эмоция үшін алған көлік, ол сені бай ете ме, әлде кедей ете ме деген сұрақты өзіме қойдым. Статус, понт, бірақ финансовая грамотностьта ол нәрселердің просто бәрін алып тастаған жөн деп есептейміз. Сосын көбісінде бір мынандай проблема болуы мүмкін. Красавчиктің рөлін киіп алатын. Ол қалай? Қысқаша былай, красавчиктің рөлі деген, кезінде бір айына 5 миллион, 10 миллион теңге тапқансың, бірақ қазір табысың ондай емес, бірақ сен сол кездегі тапқан ақшаңдағыдай жаратып, өзіңе маска тағып алып, и сен, ақшаң жоқ болса да кайф өмірді көрсетіп, әйтеуір бір успешті дәріптейтін, кейіп танытатын адам ретінде қалыптасасың. В принципе, қалдыңда көк тиын жоқ, бірақ түр бермейсің де, короче. И бір жерде төлеп тастап, подарка бере беріп, или там бір қыдырып кете беріп деген сияқты, по факту келген кезде сенде ақша жоқ деген сияқты. Вот сондай красавчиктің кейпін кимеу керек.
екен, оказывается, ондай жағдайлар көбімізде болған шығар, немесе алдағы уақытта мүмкін болатын шығар. Вот сондай нәрседен аулақ болуымыз тиіс. Ол уже кішкене красавчиктің рөлі плюс эгоға алып келеді. Эгоның екеуі почти что бірдей ғой, адам менсінбеу, кішкене өзің кем тұсыңды көрсетпеу деген сияқты, бірақ жыртылатындай бір ештеңең жоқ та, в принципе. Вот сол үшін красавчиктің рөлінен просто масканы шешіп тастау керек. Негізі бай болу деген ол көп ақша табу емес, көп ақшаны сақтай алу деген мағына екен. Біз оны басқаша түсінеміз ғой. Негізі айына сен 40 миллион, 50 миллион тапсаң, сен бай деп есептейді да, мысалы Қазақстанда. Ал негізінде ол олай емес екен. Мысалы 40-50 миллион тауып, барлығын ай сайын жаратып, и в конце 0 болып жүретін адамдар өте көп екен. Енді мен ондайға жеткен жоқпын әлі сонда да. Ол жақсы бір инсайт болды. Яғни сен көп ақша айына тапқаныңмен жарыспай, сен көбірек сақтағаныңмен жарыссаң, солай сен негізі имуществомен, активтарыңмен сен Форбсқа негізі солай кіреді екенсің. В принципе, сол нәрсені бір жақсы бір түсініп алдым негізі. Әдемі кетті ол. Көптеген темшіктерде бір реттік айырып ақша табу более бір күшті көрінеді негізі, иә. Чем стабильно табуға қарағанда. Мысалы, бір 4 ай бол жұмыс істейсің, бам, 15 миллион теңге таптың, и жарты жыл жұмыс істемедің, сол ақшаны жараттың. Ну, былайша айтқан кезде сен 10 айда 15 миллион теңге ғана таптың. Вот соны 10 айға бөліп тастасаң, примерно сол сумма шығады да. Көбінесе стабильно, но азырақ тапсаң, и жайлап көтерсең, сол саған негізі көбірек пайдалы болады. Ал бізде қалай? Быстрый заработок, бір айырып тастап, бір куш срывать етіп, дальше жайлап сол ақшаны жеп болғаннан кейін, нөлге түскеннен кейін тағы оянамыз деген сияқты ғой. Вот сол кішкене сол жағынан ойымды сәл өзгертіп жібердім. Стабильно, но долго срок. Сол бойынша жұмыс істеу керек. А не то, что бір реттік. Егер сіздің миыңызда мынандай ойлар болса, сіз міндетті түрде бай болмайсыз. Бірінші, басқа адамдардың бәрі маған міндетті. Мен бірдеңе бастадым, бәрің сторисқа салып беріңдер, бәрің көмектесіңдер, бәрің сатып алыңдар. Мен бірдеңе бастадым, маған көмектесіңдер. Мен былай істедім, сендер сөйтіңдер. Неге олар өйтпейді, неге бұлар бүйтпейді деген ойыңыз болса, бірінші ол сізді кедейлікке алып келетін таракан ойлар. Екіншісі, ол өзін ақтап ала беретіндер. Ол қалай? Бір нәрсең дұрыс болмады, рынок кінәлі негізі, андай болған кезде, 2019 болған кезде айырып тастайтын едік. Енді инфобизға келген кезде, қазіргі білім негізі айырып тастайтын едік. Әйтеуір оған бірдеңе кінәлі, жыл кінәлі, или ата-анам кінәлі, мен бай отбасыда дүниеге келмедім деген сияқты. Үнемі әйтеуір өзінен басқасының бәрі кінәлі. Осы ойда болса сізде, құттықтаймын, сіз бай болмайды екенсіз. Үшінші, ол адамның эгосы. Не үйретеді мынау? Не айтады екен осы деген сияқты ішкі жаман ойлар болса, сіздің миыңызға білім де қонбайды. Сіздің уже әрекет істеуге, бір адамнан білім алуға құлшынысыңыз болмаса, дальше уже просто суми болып жүре бересіз. Осы үш нәрсе сізде болса, сондай қасиеттерден арылмасаңыз, сіз жақын арада байып кетпейсіз. Негізі кәсіпкерлер фиксқа жұмыс істегеннен қарағанда процентке жұмыс істегенді жақсы көреді. Неге? Фиксаға жұмыс істесең, сен услугаңды 2 миллион теңгеге фиксированный суммаға сатсаң, кәсіпкерлердің ойынша, 2 миллион теңге оған қалтадан шығарып беру керек деген ой. А вот если сен бір проекттен 30%-ке келсең, значит ол по-любому табылатын ақшадан 30%. Значит ол менімен бірге партнер ретінде, мен одан шығармаймын. Значит ол жұмыс істегеннен кейін барып төлеймін деген ой қалыптасады екен. И вот негізі көптеген проекттер процентке келіскен кезде табылады. Сол үшін де егерде фикса болып жүре берсеңіз, уже 1-2 реттік фикса, 3-4 реттік фиксадан кейін кәсіпкерге процентті ұсынып көрген жөн екен. Вот осындай инсайт мені негізі таңғалдырды. Әдемі. Осыған дейін менде де ой болған. Әйтеуір бір фиксамен келісе берген екенмін. Процентке осыған дейін бір келісіп негізі көрмеппін. Услуга бойынша. Негізі осы бойынша егерде жақсы бір эксперт немесе бір бизнес болса, әдемі келісіп көруге болады. Өйткені өндіріс жағынан, контент жағынан жақсы айырып тастауға болатын проекттер болса, біздің есігіміз әрқашан ашық. Қазақтарды тек ақшамен мойындатуға болады.
Ол қалай? Егер сен ақша табатын бір қабілет затсаң, сен оның бір қыр-сырын, оның бір контент планын қалай істеу керек, сценарийін қалай жазу керек емес, просто проекттен қанша ақша таптың, тарс етіп ақшаны көрсетсең, барып қана сенен уже сұрай бастайды, сен қалай істедің деп. Ал оған дейін сен спец болсаң, в принципе, ешкімге қызық емессің, өйткені ол открытый доступта бар. А вот содан қалай ақша жасағаныңды көрсетсең, олар уже сұрап бастайды, олар уже саған мойындап қарап бастайды. Вот осындай бірінші күннен осыншама инсайттар түйгенім бар енді. Егер де бір инсайт ұнаса, сол ұнаған инсайтыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. В принципе, алдағы уақытта жақсы контенттермен тағы да бөлісіп отырамын. Кет барыш, жауын болсын.